Радиан дегеніміз доғасының ұзындығы шеңбердің радиусына тең болатын центрлік бұрыш. Радианның өлшем бірлігі рад деп жазылады, және ол бұрыштың өлшем бірлігі болады. Айналмалы темір жол бойымен қозғалып бара жатқан локомотивтің жүрген жолын есептеу үшін радианмен көрсетілген бұрыш шамасын және сол шеңбердің радиусын білуіміз керек. Егер біз формуланы өзгертсек, фиді анықтау үшін L-ді R-ге бөлеміз, ал R көбейтілген фи L-ға тең болады. Яғни жүрген жол 0,6 метрге тең. 360 градус болатын толық шеңбер 2 пиге, яғни шамамен 6,128 радианға тең. Сондықтан, егер біз толық шеңберді радиандарға бөлсек, онда біз 6 толық радианды және 7 радианның шамалы бөлігін аламыз.